Ағылшын тілінде оқуды үйрену. Осы сабақта біз ағылшын тіліндегі C әрпінің оқылуын үйренеміз. Бұл әріп ағылшын тілінде S немесе К деп оқылады. Мысалы, мына сөздерге қарап көрейік. Бұл сөздерде кейде C әріпі К немесе S деп оқылады. Мысалы, cat, carpet, class дегенде К деп оқылса, face, accent дегенде, яғни С деп оқылып тұр, мұнда accent деп. Мұнда К, мұнда С болып оқылып тұр. Осы сабақта қай кезде S, ал қай кезде К болып оқылатынын үйренеміз. Егер C әрпінен кейінгі әріп I, немесе E, немесе Y әріптер болса, онда C әрпі S болып оқылады. Мысалы, city, яғни C әрпінен кейінгі әріп I әрпі. Send, C әрпінен кейінгі әріп E әрпі. Немесе cycle, C әрпінен кейінгі әріп Y әрпі, сондықтан cycle деп оқимыз. City, send, dancing, ice, certain, face, receive, send, accent, since, cycle, cycling деп оқимыз. Ал қалған кездің барлығында, яғни C әрпінен қалған басқа әріптер келетін болса, онда бұл әріп К болып оқылады. Мысалы, cat, car, яғни C әрпінен кейінгі әріп A әріпі. Cut, яғни C әрпінен кейінгі әріп U әріпі. Cool, curtain, carpet, confuse, coat, cot, class, cross, back, accuse деп оқимыз. Ағылшын тілінде бұл ережеге бағынбайтын бір-екі сөздер бар. Мысалы, soccer деген сөз бар. Бұл Америка құрама штаттарында футболды soccer деп айтады. Мұнда негізі мына ереже бойынша оқылу sock, сэр болып оқылу керек. Бірақ бұл жерде мына C оқылмайды, сондықтан да бірден soccer деп оқылады. Немесе мына бір сөзге қарайық, muscle дейді. Muscle деген бұлшық ет дегенді білдіреді. Мұнда C әрпі мүлде оқылмайды. Muscle деп тек S әрпін ғана оқимыз да, мына келесі C әрпін оқымаймыз. Яғни бұл ережеге бағынбайтын ағылшын тілінде сөздерде кездеседі. Сонымен біз осы сабақта ағылшын тілінде C әрпі қай кезде S, қай кезде К болып оқылатынын үйрендік.